Саламатсыз ма балалар? Ал отыра қоямыз. Күн жоқ, бәріміз көрсеттіңіз, өте керемет. Ал біз сіздерге бүгін сабағымызды бастамас бұрын алдыңғы білімге кішкене біз көңіл бөлейік. Алдыңғы сыныпта біз не өттік? Тақтаға суретке қарайықшы. Қандай ой түйіндейміз? Алдыңғы білімді еске түсіруге. Айта қойыңыз. Сөзіміз толықтырамыз. Жад екеуі бөлінеді, тұрақты және жедел жад. Тағы тұрақты жад дегеніміз қандай құрылғы? Жақсы. Жедел жад дегеніміз әрбір ауысып тұрады, ақпаратты толық сақтанады. Ал тұрақты жад дегеніміз ақпаратты бір қалыпта тұрақты сақтайтын, ұзақ уақытқа сақтайтын құрылғы. Түсінікті ғой, өте жақсы, керемет сізге, рахмет сізге. Ал енді тағы сабағымыз бастамас бұрын бүгін сабағымыздың тақырыбын біз анықтайық. Суретке қарап тақырыбымызды анықтайық. Суретте не береді? Өте жақсы. Сабағымыздың яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютердің ішкі құрылуы мен қосымша құрылғылары. Енді сабағымызды тақырыбымызды анықтадық, иә? Енді балалар, әрқайсымыз өзіміз сізге мақсат қойыңызшы, бүгін осы тақырыпқа байланысты мен бүгін не үйренемін? Мақсат қойыңызшы алдымызға. Мен бүгін компьютерлердің құрылғыларын, қосымша құрылғыларын білгім келеді және олар қандай көмек әкеледі. Жақсы. Тағы да. Ал айта қойыңыз сіз. Компьютерді отырып үйренуді және де оның қосымша үйретуді. Жақсы, рахмет, керемет. Ал сіз қандай мақсат қойдыңыз бүгін сіз тақырыбыңызды? Компьютер туралы және басқа да құралдар туралы толықтай жақсы қосымша ақпарат түсіндіру. Өте жақсы, керемет. Ал ендеше бүгінгі менің сабағымда мақсат қараңыз. Компьютердің ішкі құрылымы мен қосымша құрылғы түрлерін білеміз және оны қолданатын боламыз, иә? Құрылғылардың қызметін оларды тақшаға жалғай аламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы. Ал балалар бүгінгі күн ретін жазамыз. Дәптерімізге тақырыпты жазайық. Компьютердің ішкі құрылымы мен қосымша құрылғылары. Оқулықта жайық 17-ші бетті. Компьютердің ішкі құрылымы мен қосымша құрылғылары. Жазып алдық қой. Енді балалар, сабақты бастамас бұрын бері қарай қараңыздар тақтаға. Бүгінгі сабаққа керекті біз негізгі терминдермен танысып болайық. Аналық тақша, бірге қосып айтайық. Аналық тақша, материализация плата, мазерборд, линейкада, видеопрограмм, желі тақша, сетевая карта, интернет токен принт. Жақсы, кім қосымша айтып жібереді? Аналық тақша. Оқып жүріңізші. Аналық тақша, материнская плата, мазерборд. Өте жақсы, керемет. Келесі. Линейкада, видеокарта, Видеоға. Так, келесі. желілік карта, сетевая карта. Интернет токен принт. Жұмыс дәптеріңізге бүгінгі сабақ барысында кездесетін негізгі түйінді сөздерді жазып алайық. 3 түрде. Жазып алайық. Сіздер жалпы былай өмірде де аналық тақша емес материалистік карта дейсіңдер, иә? Видеокарта дейді, түрде тез жатыр. Міне, 3 түрдегі аудармасы. Жазып болдық па? Жазып болсақ, дәптердің үстемізді қойып, тақтаға беріп көңіл бөлейік. Ал енді бүгінгі тақырыбымызды бастаймыз деме. Дербес компьютер, әмбебап техникалық жүйе. Оның негізгі құрылғылары. Жүйелік блок, міне, жүйелік блок, монитор, дұрыс айтасың, және тақта. Негізгі, неге негізгі дейді? Барса жұмыс істеу мүмкін емес. Дұрыс айтасыз. Жүйелік блоктың ішіндегі құрылғылар. Ішкі, ал сырттан қосылған сыртқы құрылғыларды біз қосымша құрылғылар дейміз. Қандай қосымша құрылғыларды білеміз? Құлаққа, дұрыс айтамын. Принтер, дұрыс айтамын. Өте жақсы, керемет. Яғни тышқанса келсе, ал енді келесі. Тышқан дейміздің түрінде мышка, маус дейміз. Жүйелік блоктың, міне,
жүйе бізге таныс, иә? Жүйелі блоктың ішкі құрылғылармен танысайық. Ішкі құрылғылармен. Қараңыздар, ішінде не орналасқан? Аналық тақша, жедел жад, қатқыл дискідегі деректер жинақтауыш, бейнеграфикалық бейнеуіш, дыбыстық тақша, желілік тақша, енгізу-шығару порттары, қоректендіру блогы. Түсінікті ғой? Осы құрылғыларында компьютердің ішкі құрылымы деп аталады, иә? Ал келесі, жаңа біз сізбен таныс болдық. Аналық тақша, материнская плата, мазер, борт. Аналық тақша, оталық процессормен жедел жад микросхемалар, дыбыстық және бейнекарталар сияқты компьютердің ішкі құрылғыларын орналастырған мөрлі тақша. Аналық тақшаға қосатын жалғанатын қосымша тақшалар, бейнекарта, жаңа видеокарта, видеорамды, бейнелерді, кескіндерді сақтау үшін меншікті жедел жады бар құрылғылар. Бейнежад көлемі неғұрлым үлкен болса, біздің ақпараттарымыздың сапасы соғұрлым жоғары болады екен. Желілік тақша компьютер желісіне қосуға арналған құрылғы, яғни компьютер желісіне қосуға мүмкіндік беретін құрылғы. Дыбыстық тақша компьютерге жоғары сапалы дыбыс жазуға, дыбысты естуге мүмкіндік беретін құрылғы. Енгізу-шығару блоктары. Бұның бәрі біздің яғни системный блогымыздың артқы жағында орналасқан балалар. Түсінікті ғой? Мына яғни компьютердің негізгі құрылғысы тың-тыңды қосатын порт, пернетақтаны қосатын порт, монитор бізде қандай құрылғы? Негізгі құрылғы, жедел терес компьютердің негізгі құрылғысы мониторды қосатын порттар, модем, сканер сияқты құрылғыларды қосымша құрылғылар қосатын порттары. Мына порттар қалай аталады екен? Яғни дыбыс шығарғыш, колонка, платқаптарды қосатын порттар. Өте жақсы, біз айтады. Енді біз мына компьютердің дербес қосымша құрылғылары. Дербес компьютердің қосымша құрылғылары. Енді сөзге қарашы, сіздер таныс па? Электрқоректендіргіш блогы қосатын порты, иә? Тінтіргіше қосылатын порты. Пернетақта бізде негізгі қосылатын порты. Негізгі қосылатын порты. Принтер, мәтіналға, біз былайша айтатын сканер дейміз, мәтіналға қосымша құрылғылардың қосылатын порттары. Модем қосылатын порты, платқап, микрофон, колонкалардың қосылатын порттары. Яғни ақпаратты дыбыс жазуды енгізуге, дыбыс естуге арналған құрылғылар. Өте жақсы. Ал балалар, жалпы бүгін біз компьютердің ішкі құрылымы мен қосымша құрылғылар туралы маған біраз сұрақтарыңыз бар ма бұл өткен тақырып бойынша? Сұрақтарыңыз жоқ па? Түсінікті ғой, иә? Енді қандай біздің компьютер жүйелік блоктың ішіндегі негізгі құрылғылармен таныстық? Қосымша құрылғылар. Қандай негізгі құрылғылармен таныстық? Енді жаңа аналық тақшаға жалғанатын дедім ғой. Қандай негізгі? Бейнекарта, тағы да? Жақсы, дыбыстық карта. Өте жақсы. Жалпы бүгін сабақ барысындағы теориялық білімімізді енді практикада қолданайық, иә? Енді біз Бионик Апс платформасын іске қостық, міне қосылып тұр. Енді бүгінгі сабағымызға байланысты практикалық жұмыс орындайық. Ал кім керек тақсаға? Келе қойыңыз. Өте жақсы. Ал балалар, келесі тапсырмаға дайын болайық. Бізде компьютер негізгі құралдарға жатады. Монитор, дұрыс па? Жақсы, рахмет. Келесін келеді. Келе қойыңыз. Бұл диск. Бұл ақпарат тасымалдайтын құралдар. Дұрыс па балалар? Дұрыс, рахмет. Сізге келіңіз. Ол флешка. Қазір Ол желі блок. Ол компьютердің негізгі құрылғы. дұрыс па балалар? Дұрыс, рахмет. Сізге келесі. Келе қойыңыз.
қосымша құрылғылар. Принтер, иә? Рахмет сізге. Келесі. Келе қойыңыз. Бұл колонка қосымша құрылғы. Қосымша құрылғы. Жақсы. Ал келіңіз сіз. Келесі дайынға келіңіз. Келе беріңіз. Өте жақсы. Пернетақта негізгі құрылғы. Келе беріңіз. Келесіне дайын тұрайын. Микрофон компьютердің Қосымша құрылғы. Дұрыс айтасыз. Келіңіз. Тінтуір дейміз, иә? Компьютердің компьютер қосымша құрылғысы. Келесі. Жақсы. Балалар. Компьютердің қосалқы құрылғылары. Қосымша құрылғысына жатады. Жақсы. Ал балалар, практикалық жұмыс орындалды ма? Тапсырмамыз тексерейік. Кім келеді? Келе қойыңыз. Жабайсың. Өте керемет, иә? Өте жақсы. Яғни ал жалпы балалар бүгін қазір практикалық жұмыста не орындадық біз? Немен танысып болдық? Ойыңыз кішкене жинақтайықшы. Бір ауыз сөзбен түсіндіріп кетіңізші. Біз бұндай сабақта біз қосалқы құрылғылармен және дұрыс па? Өте жақсы, керемет. Бүгін сабақ жалпы түсінікті, иә? Ал балалар, енді сабақ түсінікті ары қарай біз оқулықпен жұмыс жасайық, жұмыс сәттерімізге. Оқулықтың 17-ші беттегі 3-ші суретке талдау жасайық. Бүгінгі ал бірінші топ қата байлайтын. Біз бұл суреттен пернетақтаны тапсырамыз. Пернетақта ол ақпаратты енгізетін негізгі құрал. Негізгі құрал. Дұрыс па? Дұрыс, жақсы. Келесі. Тінтуік ақпаратты енгізетін қосымша құрылғы. Тінтуік қосымша құрылғы ма? Дұрыс қой? Дұрыс. Керемет. Қолдау жасайық. сканер ақпаратты қағаздан компьютерге енгізу құрылғысы. Енгізу құрылғысы дұрыс айтады. Ол компьютердің қандай құрылғысы? Қосымша құрылғысы. Жақсы. Тағы пазлдарды құрастырып, яғни сұраққа жауап қойып, сәйкестендіреміз. Сөйтіп біз қандай да бір мынандай пазл құрастыруымыз керек. Ал келіп топпенен, жүкпен жұмыс істейміз. Келіп жүкпен таңдап алсаңыздар да болады. Жеңіл кішкене күрделі тапсырмалар. Оны жеңілдеп шығамыз. Ал балалар, бүгінгі алған білімімізді кішкене жинақтайық. Жинақтауға біз Тарсия бағдарламасында пазл құрастырайық. Сіздердің алдарыңызға күрделі және кішкене оңайлау тапсырма берілді. Пазл құрастырамыз. Яғни пазлды қалай құрастырамыз? Сұрақ жауапты сәйкестендіре отырып пазл құрастырамыз. Және бұл сабақ барысында маған кері қалдырсаңдар болады. Стикерге жазамыз, сөйтіп тақтаға іліп кетеміз. Ал балалар, пазлдарымыз дайын ба? Кім дайын? Келіңіздер. Кері қарай сіздер келіңіздер. Құрастырған ережеге түсініктеме берейік. Бүгін ішкі құрылғыларды өтейік. Құрем центрі блогы, дыбыстық тақша, бейне тақта және де желілік карта болу. Жақсы. Дұрыс па? Өте дұрыс. Жақсы келмейді. Келесі. Келе қойыңыздар. Келестеріміз дайын отырайық. Келесі кім шығады? Дайын отырайық. Бүгінгі сабағымыз негізгі құралғы Компьютердің негізгі құрылғылары. монитор, пернетақта, жүйелік блок. Өте жақсы. Жалпы сабақпен жүрмеген сұрақтарыңыз бар ма? Ал енді үй тапсырмасы. Принтердің қандай түрлері бар? Олар қалай жұмыс істейді? Оны қосымша ақпарат өзіміз ізденіп келеміз. Принтердің жұмыс істеу қағидаттарының қандай түрлері бар екенін. Дәптерге күнделіктерімізді жазып алайық. Үй жұмысын. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Жүйелік блоктың ішкі құрылғыларын білдік қой? Қандай құрылғылар бар ішінде? Желілік блоктың ішкі де Желілік тақша, сетевая карта берге? Аналық тақша, материнская плата, мазер. Өте жақсы. Дефенс компьютердің қосымша құрылғыларын ажырата білдік қой? Жұмыс істеу қағидаттарын қандай да қосымша құрылғыларын білдік? Жақсы, рахмет. Бүгін сабақ бойынша сұрақтарыңыз бар ма маған? Ал онда сабақтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.